friend, and he's back again. Mına bugünkü mına nemiremiz Edil'in tuğan gününe gelip oturganlarınız köptüğü rahmet. Mena 3 kızdan keyingi oğlum Taşkın mına үйlenip bir nemere sıyladı. Onun özde biz köptüm kuvanıştımız. Al endi derimiz sağ olup osundaki amelesen жүріп жатырмыз. Older than it really is. 2014'ün 3. sahurunda nemерemiz dünyaya geldi. Adını Edil деп koydu. 7. sahurda жаңағы больницадан шығарып алып тойлады. Енді бала немерemiz 1 жасқа толып отыр. Енді немереме тілейтін немерем үлкен жігіт болсын, жақсы азамат болсын, дені сау болсын, әке шешесіне, атасы мен әжесіне жақсы қылықтарын көрсетіп, өсе берсін, қызығы көп болсын, аман болайық, сау болайық. By time she went away, no one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you. Бүгін біз үшін ерекше қуанышты күн. Тұңғышым Айнұр мен күйеу балам Тасқынның шаңырағын шаттыққа бөліп, қуаныш сыйлаған кішкентай ғана немереміз Edil'дің туған күні, аяғын тәй-тәй басып тұсау кескен күні. Осы күн құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, үлкен азамат болсын, атасы мен әжесінің, әке шешесінің көз айым болып, әрқашанда аман есен жүрсін. Осыдан тура 1 жыл бұрын Алланың қалауымен көктемнің жайдарлы шуақты күні Edil'imiz дүниеге келгеннің өз бір жақсылықтың белгісі деп ойлаймын. Айнұр аяқ ауырып жүрген кезде баланың кіндік жолын Тасқынмен ақылдасып, сол Құдашамыз Назгүлге берейік деп, сөйтіп Edil'дің кіндік шешесі Назгүл болды. Больницада босанған кезінде қасында өзінің әпкесі Серікгүл болды. Осы кісілерге көптен көп рахмет, қолдау көрсеткен. But when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Енді кішкентай ғана балапаным Edil'ге тілейтінім, атасы сияқты еңбекқор болсын, апасы сияқты тәлімгер болсын, әкесі сияқты бақ көңіл болсын, анасы сияқты өнерлі болсын, ағасы Балқаш сияқты салмақты болсын, кіндік шешесі Назгүл сияқты білімді, сабырлы болсын. Осындай толыққан семьяда өсіп жатқан бала әрқашанда жақсы тәрбиелі, тәртіпті болады деп сенемін, ойлаймын. Edil'imiz үлкен жігіт болып өсіп, еліне елеулі, халқына қалаулы, жақсы азамат болсын. Балапаным сол. Үлкен жігіт бола ғой. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. Тұңғышым Edil'in туған кезде әрине қатты қуандым. Қобалжыдым. Қанша осы өміріміз, осы оның байлығын, уақытын оның ауырмасын. Осындай үлкен азамат болып еліміздің беделді азамат болсын, биікте көрінсін. Апасы мен атасының сүйікті немересі ғой.
апамның туған күні. Тура осыдан 1 жыл бұрын 3 сәуірде Еділ дүниеге келді. Құдайдың қолдауымен оның бір дүниеге келуінің өзі бір еске алатындай қызықты сәт болды. Ойламаған жерден 1 ай бар болатын, бірақ әлі негізі срокты майға деп қойған болатын, бірақ мен апрельде өзім жаңағы роддомдағы врачпен келісу үшін барып аяқ асты сол жерде Еділ дүниеге келіп қалған, ойламаған жерден. Енді ол 5 күндей жаттық, одан шығарып алатын кезде оның өзі бір үлкен сюрприз болды. Бүкіл бауырларым, туыс-туғандарым, Еділдің енді ол ерекшелігі шығар, мүмкін туа салысымен солай 50 адам келіп, роддомның алдында флешмоб жасап, билеп, музыка қосып, әдемі шарлармен, сондай әдемі гүлдермен сөйтіп шығарып алды оның өзі. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. As strong as you are, tender you go. 8 айдай тістері шықты, еңбектеді. 9 айынан бастап ата деп айта бастады, апа деп айтады, мама, папа деп айтады. Біздің үйді күлкіге, қуанышқа толтырып отырған осы балапан. Бұйырса осы бір жасын тойлатқан кезде апалардың тұсауын кеседі. Сол кісілердің жолын қуып, мықты бір азамат болып өссін. Елдің руы Найман, елі Батай. Оның ішінде Келже.